кеше быға кебеге. Қайарып келдік кешесімен. Быға. Бұны тапсырма беріп бердім да үйге. Иә, бұны не дедіңіз? Үйге тапсырма Кеше бердім. өттік негіз бұны. Бұны өттік негіз. Оқыдық, иә? Иә. Мынаны бір оқып жіберіңіз. Ең астындағым ба? Мен көрсетіп тұрмын. Бә. Бұның астында. Биям. Қараңыз, бимен на екеуін қоспаңыз. Бірге қосылып жазылғанмен бөлік оқылады бұл екеу. Би. Мына екеуін қосамыз енді. Би. Ана би. Сосын Мына екеу қосылады. Мынау би, мынау сосын ри. Рының үстінде. Бар екен ғой. Рей. Рының үстіндегі. Рейни. Қайтадан бір рет. Бә. Астында. Би. Рә. Мұны. Пиярем. Ну. Майкен қосыңызшы. Би. Рә. Қосамыз сынаумен. Рәмен иді қосамыз. Рәйни. Қайтадан бір рет. Би. Рәйни. Жақсы. Анықыңыз. Би. Қандай әріп? Міне, мышканы көріп тұрсың ба? Мышканы көріп аттан жоқпын. Соңғы сөзші міне. Мышкамен көріп тұрған жоқса мышканы? Жоқ, мышканы көріп тұрмын. Мышка қозғалып тұр міне, стрелка. Жоқ, стрелка маған көріп тұрмады. Мына соңғы сөзді ма? Мына жақта екен ғой. Мына енді көрінді. Қосамыз. Бірге қосып оқимыз екі әріпті. Зәй. Мынаны жеке өзін оқыңыз. Мынау қандай әріп? Мынау и, мынау н әрпі. Н. Оқыңыз бірге, үстіндегісімен бірге. Н. Мынау қандай әріп? Б. Мынау екеуін қосамыз. Мынау и. И, б, н. Бәмен иді қосып оқимыз бірге. Бәй. Мынаны бөліп. Бәйни. Асықпай тағы да екеуін қосып оқыңыз. Зи. Үстіндегісімен. Зәй. Мынаны жеке оқимыз. Зәй. Сосын. Мынаны жеке оқыңыз. Мынау екі әріпті бірге қосып оқимыз. Мынау екеуін. Бәй. Жеке оқимыз. Ни. Қайтадан бір рет. Зәй. Сосын нәй. Нә. Мына екеуін бірге. Бәй. Ни. Жақсы. Бізде мынау каф деген әріп. К.
К, иә? Формасы мынандай ортасында сызық S деген секілді сызық бар. Каф деген К. Екі формада жазылады. Біреуі мынандай формада, екіншісі мынандай формада жазылады. Мынау дәл сол, просто ана жақта қосылған кезде мынандай сызық шығады. Осылардан шатасып қаламын да мен бар ғой. Ауысып кеткеннен кейін. Оқыңыз. К, Ки, Ку, К. К, мынау Қандай әріп? Каин мына әрпеді. М ғой, М. Просто екеуін қосамыз. Кәм. Кәм. Мынау. Кум. Кум. Мынау. Кум. Кай. Мына жерде мына жерден қандай әріп шықты мына жерден? Мына әріп, м әріпі. Мынау қандай әріп? Мынау. Соны түсінбей қалдым, қандай әріп екен? Бір нүкте астында, сызықтың астында. Жалғасып кеткен кезде. Жай сызықтың астында бір нүкте. Мына әріпі, мына әріп. Н үстінде болады бір нүкте. Мынау қай әріп еді? Астында бір нүкте болса? Жаңа өткен әрпіміз ғой? Астындағы нүкте? Жаңа өткен әрпіміз. Б әріп екен ғой, Б әріпі. Бәк, бәкру. Мұны мұны қай әріп еді? Мына өтіп атқан әрпіңіз ғой, міне? Өтіп атқан әрпіңіз ғой? Жоқ, оның алдындағы әріпті. М деген жоқсыз ба енді? М әріпі. Біріне жалғасқан кезде ұмытып қаламын да. Мәкәру. Сукун. Бәк. Жоқ, мынау әріп қандай? Мәкәру. Қалай? Мәкәру. Мынау. Кәр. Мынау ну. Қалай? Ну. Н ма, М ма? Му, ойбай. Му. Кә. Мынау қайсы әріп еді? Бір нүкте үстінде, сызықтың үстінде бір нүкте. Бір нүкте сызықтың үстінде, қайсы ол? Н екен ғой, Н. Бә. Бірінші әріп. Бән. Бірінші әріп. Кәнзу. Бір кішкене не жіберейік. Жай сызықтың үстінде бір нүкте болса қандай әріп болды? Н әріпі. Ал бір нүкте дәл сызықтың астында, бір нүкте астында болсашы? Астында болса Б әріпі болды. Яғни қалай болды? Б мен Н бірге жүреді. Екеу бір нүктеден. Жаттап алдыңыз ба? Біреу астында, біреу үстінде. Үстінде болса бір нүкте қандай? Үстінде болса Н болады, астында болса Б болады. Енді екі нүктелік бар. Екі нүкте үстінде болса қандай? Қ әріпі. Ал екі нүкте астында болса?
астында болса Б болады. Б емес, бұны айтып кеттіңіз сіз. Ойбай, И. Т мен И бірге жүреді, иә, екеуі, екіден нүкте. Біреу үстінде, біреу астында нүктелері. Б мен Н бірге жүреді. Н үстінде, Б астында бір нүкте. Соны шатастырып қалып жатырмын да. Жаттап отырсаңыз, мынаны оқимыз. Тәр. Мынау жалғаспайды екен ғой. Тәрку. Тәрку. Мынау қайсын не қыламын? Міне, Қатып қалу. Мынау. Картаны. Бір нүкте астында. Астында, ойбай. Астындағы Б. Б. Мынау екі нүкте қарасаңыз. КТБ. Мынау астындағы екі нүкте Ияк. Екі нүкте Ту. Астында бір нүкте Бу. Қалай болсын да? Мынау қазір әріптер жаман шатастырып жатырмын ғой. Як сосын Бу. Бу. Сіз неге қарай берсеңіз, өзіңіздің жазып қойған нәрсеңізді сіз жаттай алмайсыз олай. Мына алфавитке қарап жатырмын да мына жерде. Оған қарасаңыз да жаттай алмайсыз. Жаттай алмаймын ба? Сіз көзіңіз мынаған үйрену керек. Сіз ана жерге үйреніп қалсаңыз, ұмытып қаласыз, есіңізде сақтап отқан жоқсыз қазір. Просто ана жерден ғана прямой қарап отырсыз и все. Есте сақтап жатқан жоқсыз. Есте сақтау үшін мына жерден есіңізде сақтауыңыз керек. Міне, екі нүкте көзіңізді осыған үйреді. Мынау И, мынау Б деп осы жерге қарауыңыз керек. Анау алфавитке қарайтын болсаңыз, сіз жаттай алмайсыз, соған қарай беретін боласыз ертеңгі күнде. Осы міне мынау тексттің ішінен сіз жаттауыңыз керек. Мынау Т. Бұлай отырасыз міне. Қарайсыз да, мынау қандай еді? Мынау Т. Міне Т. Екі нүкте үстінде. Солай жаттауыңыз керек. Мынау тексттің ішінен мынау Б. Бір нүкте астында мынау Б. Оқымасаңыз да полностью просто әріпті мынау Б екен, мынау Б деп жаттауыңыз керек. Мынау Т, мынау К. Солай жаттығыңыз керек. Просто тексттің ішінен. Сіз ана жерден қарай бермеңіз ол жерде бә, тә дегендерді. Ол жерден қарай берсеңіз, сіз текстті оқығанда оқи алмай қаласыз. Просто дайындық кезде қараңызда мынау Т, мынау Н, міне бір нүкте үстінде, екі нүкте үстінде К, то есть екі Т дегендей, мынау К. Осылай оқымасаңыз да полностью просто әріптерді осы жерден жаттаңыз, көзіңіз үйрену керек. Сосын уже қоса бересіз үстіндегілерін. Алфавиттегін жаттамай қойыңыз о жерден. Ол сіз сол жаққа қарап үйреніп қаласыз. Мына жерден жаттаңыз барлығын. Мынау көзіңіз үйретіңіз осыған. Мынау И екені, міне астында, үстінде болса Т, астында бір нүкте болса Б, міне. Оқимыз. Осы жерден жаттыңыз әрдайым. Як. Яктобу. Оқимыз. Бәрі. Екі нүкте үстінде.
Қарамаңыз ана жаққа, просто осы жерден. Екі нүкте үстінде, міне екі нүкте үстінде. Қандай оқыдыңыз мынаны? Қалай оқыдыңыз? Мынаны ма? Т деп оқыдым. Т да. Значит, мына оқыда қандай? Т. Осылай Т. кеттіңіз. Тәрі. Тәрік. Кінің үстінде. Тәрәк. Қалай? Тәрәк. Тәрәка, я? Тәрәк. Тәрәк. Кеттік. И. Үстіндегісімен бірге. И. Ия. Я. Ту. Я. Тру. Ят. Я. Тру. Просто екеуін қосыңыз бірінші. Ят. Ятру. Бөлік оқимыз. Ятру. Ятру. Ку. Жеке оқимыз. Ки. Үстінде. Ки. К. Т. Қосамыз. Бір нүкте астында қандай әріп? Бір нүкте астында. Ну, ма дейм. Ну. Н, міне үстінде нүктесі бар. Мына жерде көріңіз, әне. Мынау астында тұр. Б. Қосамыз. Бір. К. Т. Қосыңыз. Б. Тәмен бұны қосамыз. Сукун ғой мынау. Мұны отдельно, мұны К. К отдельно. Тәмен бұны қосып оқимыз. Өйткені сукун тұр мына жерде. Тәббі. Енді мынау екі әріпті қосамыз бір-бірмен. Таббатум. Мынау әріппен мынау әріпті. Қандай әріп мынау? Мынау Т әріпі. Т-ның үстіндегісімен оқыңыз. Ту. Мынау қандай? Мынау М әріпі. Екеуін қосыңыз енді. Тум. Қайтадан жеке оқимыз. К. Мынау екеуін қосамыз. Мынау екеуін ғана қосыңыз. Таббы. Енді мына екеуін қосыңыз. Мына екеуін. Тум. Полностью оқымай қойыңыз. Просто қосып, екі-екіден қосып оқи беріңіз. Болды. Мынаны жеке оқимыз. Мынаны жеке оқимыз. Енді мынау екі әріпті қосамыз. Мышқа көрініп тұр ма сізге? Мынау екі әріпті қосамыз. Мынаны жеке оқимыз. К. Болды, осылай. Мына екі әріпті қосамыз. Кун. Мынаны жеке оқимыз. Кун. Сосын ту. Мына екеуін қосамыз. Мум. Жеке оқыңыз мынаны. Ки. Мынаны жеке оқимыз. Ну. Жақсы, болды, осылай ғой. Осылай кете бересіз. Сон неге К келгенде не қалдық қой? Кішкене. Мынау әріптерді қайталай алдыңыз ба үйде? Мына Б-ны қайталағам. Сосын жаңа видеоны қарап отырдым. Мынау Т-ларды, Н-ларды. Бұларды қайталамадым. Қайталаңыз. Өйткені именно осы Т бар, Н бар, И, сосын Б. Осы төрт әріп. Осы төрт әріп бір-бірімен шатасады. Сондықтан шатаспау үшін бұларды жақсы қайталауыңыз керек. Егер тапсырма осы төрт әріпті жақсылап, жаңағындай мен айтқандай жаттығып кеңіз. Мынау Т, міне, осылай. Мынау Н ішінде кәдімгі осылай. Алфавитке қарамаңыз о жерге. Мына жерлердің әр әріптің формасын просто өзіңізге оқыңыз. Осылардың бәрін қайтадан бір оқып шығыңыз. Сіз үйдесіз ғой енді.
оқуыңыз босырақ. Иә. Көбірек налы оқыңыз. Осы 4 әріпті жақсылап оқып шығыңызшы. Себебі бұлар бір-біріне ұқсайды ғой. Қазір осылар жақсы бекітіп алсаңыз болды. Арғалай көбісі к-ні мысалы оңай жаттайсыз, өйткені ондай форма жоқ басқа, осы өзі ғана автоматом сізде к болады бұл. Одан кейінгі әріптерде өз-өзінің әрқайсының жеке өзінің формасы бар, соған қарай жаттайсыз. Бірақ мыналар жиі шатастырады. Бұған ұқсас та кейін кейбір әріптер келеді. Сол үшін бұларды жақсылап жаттап алуыңыз керек. Осы жерінен оқуыңыз керек. Оқыған кезде зәй, нә, бұ деп емін еркін оқи алатындай мынау әріптерді жаттауыңыз керек. Міне мына жақта өткен әріпіміз көп емес қой, міне біз м, р, з алиф қана өттік, е? Одан кейін мына т, м, и. Р мен з-ні жаттадым мен уже. Р мен з-ні жаттадым. Я уже көзіңіз бірден көреді, ана з екен, ана р екен, е? Иә. Дәл сол секілді мына 4 әріпте солай болу керек. Бірден көргенде тез танитындай болуыңыз керек. Сол үшін жиі оқуыңыз керек осыларды. Алфавиттен мынау бә деп жаттауың қажет жоқ алфавиттегі. Ол бәрібір ол қалады, ол солай. Сіз мынау сөз барысында ортада тануыңыз керек бірден, мынандай орта жерлерінде әріптерде. Мына жерде тануыңыз керек, тез тануыңыз керек. Қосуыңыз керек. Жаттадым, иді жаттадым мен уже, иді. Осылай қосып, осылай қосқан кезде тез қосып ажыратуыңыз керек осылар. Сонда бұлар бекітіледі. Бекіткеннен кейін басқа әріптерді ақырын қоса береміз. Егер мынау бекітілмесе, келесі әріпті өткеннен сіз бәрібір сол әріпке қадалып шатаса бересіз. Сондықтан үйге бүгін тапсырма жақсылап дайындалыңыз ертеңге. Ертең 1-2 әріпті қосымша тағы алып көреміз кішкене көбірек. Мысалы бүгін бір к-ні өттік. Жақсы, өйткені себебі мынаулар сәл әлсіздеу болып тұр сізде. Болды. Жаттайын мен осыларды. Үйге тапсырма осы, Алла қаласа. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма басқа? Болды, рахмет, жаттайын мен Жақсы. осыларды. Ертеңге жақсылап дайындалыңыз, е? Жақсы, ассалаумағалейкум. Уағалейкум.